істеу керек. Бұл жақта маркетинг жүйесін, продукттың өнімді біліп алыңыз. Регистрация, оплата жасауды үйреніп алыңызшы. Бұл санаулы нәрсе. Бұл сіздер осы бизнесті қарқынды дамыта аласыздар. Мен бір кісі лидерім болып командамда, телефон барысында сөйлесіп отырдым да, мен айтамын, ол кісі айтады, Арқан, менде Қырғызстанда да, Өзбекстанда да адамдарым көп дейді. Неге олар тіркемей жатсың десем, жоқ, тіркеймін ғой дейді. Сосын әңгіме барысында қайтадан сұрап қалдым, сосын осы сіз айтқанда регистрация жасау білесіз, оплата жасау білесіз бе десем, білмеймін дейді. Оның мәселесі сода болды. Просто қазір көзге көрінбейтін нәрсе, бірақ жаңағы айтқан квантовый дейміз ғой. Оның подсознание что закладывает. Ана кісі қазір шешім қабылдап кірем десе, мен тіркей алмаймын деген қорқыныш бар ішінде. Бірақ ол өзіне білдіртпейді. Потому что ол регистрация жасау білмейді. Түсіндіңіздер ме? Қазір мен төлем жасаймын, оплата жасаймын десе, ол адам ішінен білмейді, ол өзі. Айттым ғой, түпсана деген сондай нәрсе ол. Ол ана кісіні қабылдай алмайды. Ол сенімділік болса, ол соны Өзбекстаннан телефонмен тіркейтін ол қазір. Иә? Сонда айттым, мәселе сода деймін да, мен қазір Қырғызстан, Өзбекстан адам бар дейсіз, бірақ тіркемей отырсыз. Айыбыңыз неде? Потому что қарапайым нәрсе регистрация, оплата жасауды білмейсіз. Қарапайым нәрсе маркетинг жүйесінің бірінші түрі доход көзіне разборшылы. Сіздерде мынандай қорқыныш бар тоже. Қазір мен бір кісіні встречаға шақырамын, ол жерге спонсор келмей қалса, мен ана кісіге ойын жеткізе алмай қалам деген әр адамда қорқыныш бар. Мысалы мен маркетинг жүйесін мен Ардаққанымның 3 күннің ішінде үйреніп алдым, потому что мен Ардаққаным мен қасында постоянно жүрмейді ол. Мен өз адамдарым өзім түсіндіруім керек, мен мынаны қай жерден қандай доход түсетінін сол күнгі тыңдаған күні мен оплата ақша қалай түсетініне дейін мен Қытайға бармай тұрып сол күні мен заказ бердім, ақша түсетінін көрсеттім, регистрацияны көрсеттім. Сенімді қалай айтсам екен, жаңа білім ол жаңа энергия, естеріңізде болсын. Энергияларыңыз мына қай кезде адамның ішінде еркін қозғалатын адамның энергиясы. Сіз мына жерде регистрация жасау білмеймін деген қорқыныш бола ма, энергия сол жерге барып тұрады да қалады болды. Адам шақыра алмайсыз. Болды. Сондықтан жаңа білім ол жаңа энергия. Сіздер тездетіп білсеңіздер, сіздерде уверенность көп болады. Сіз ол адамға түсіндірмей жатып ол адам регистрация жасайды. Маңызды нәрсе сода қазіргі таңда. Сондықтан қазіргі таңда мен командамда үлкен апаларға, кейбір үлкен апа демей ақ қой, жастау кісілер бар, Дархан мен әлі тіркеу білмеймін ғой дейді. Мен айтамын, Алматыда қазір мен ана көрсетіп үйретсем, өте оп-оңай, сіз ұялып қаласыз. Дарханды мен бір ай бойы мазалап жүріппін ғой. Болмайтын нәрсе екен ғой, мына оказывается, өзіңізден ұяласыз. Сондықтан элементар нәрсе видеоға салып тастадық уже ютубқа. Соны қарап алсаңыздар, спонсорыңыздың жұмысын жеңілдетесіздер. Зато сіз регистрация жасауды білсеңіз, спонсор сіздің командаңызбен жұмыс жасайды, презентация беріп үлгеріп жатады. Қазір командам ренжитін маған, Дархан, сіз зонаға шықпайсыз, жекеге шақырсақ уақыт бөлмейсіз дейді. Айтам, сіздер элементар нәрсе регистрация, оплатаны үйрене алмай жатсыздар. Мен қалай командаға уақыт бөлмеймін? Сол нәрсені үйретсеңіздер, сіздер еркін қозғаласыздар. Еркін қозғаласыздар. Сондықтан энергия, білім маңызды. Қарапайым кофейня ашсаңыздар, кофейня аппараттарыңызды қоса алмайтын болсаңыздар, кофені езіп бере алмайтын болсаңыздар, сіздің бизнесіңіз жүрмейді болды. Тура бұл сіздің бизнесіңіз, бизнес өзіңдікі деп қабылдадыңыз ба, шешім қабылдадыңыз ба? Болды, регистрация жасау береміз, оплата жасау береміз, маркетинг түсіндіріп береміз. Болды, басқа ештеңе керек емес. Компания продуктын өзім жеткізіп беремін деп отыр. Сапасына өзім жауап беремін деп отыр. Адам тіркедіңде доли секундта ақшаны түсіргенде басқа не керек? Система. Бүкіл система, логистиканың бәрін шешіп тастаған. Сізге үйренетін шақ нәрсе. Соны қолға алсаңыздар, сіздер бұл бизнесті мен сіздерге айтайыншы, айына жоқ дегенде миллион табасыздар. Миллион теңге. Қазір миллион теңгені табу үшін білесіз, миллион былай тұрсын. Жаңа айына 300 мың теңге табыс табу үшін сіздер күніне 8 сағат уақытын қаншамады? Күніне 8 сағат уақытын 300 мың теңгеге сатып жүр. Ол қымбат уақыт, қазіргі таңда 8 сағат уақыт жетпейді. Ал бұл бизнесте білесіздер ме, әр адамға 24 сағат уақыт берілген. Бірақ мен бір күнде қазір қанша сағаттың жұмысын атқарып жатырмын білесіздер ме? Бір күнде. Маған да сізге де 24 сағат уақыт берілген. Бірақ мен қазіргі таңда бір күнде 4000 сағаттың жұмысын атқарып жатырмын. Не үшін? Өйткені командамнан әр келген лидер осы бизнеске күніне 2 сағат уақытын аударып жатыр. Мен структурада қазіргі таңда 2000-нен аса адам бар. Әр лидер келеді, күніне 2 сағат уақытын береді, 4000 сағаттың жұмысын атқарады.